Еков Кезет порталында міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымайтын мүліктің кепілі туралы мәліметтерді өзектендіру үшін Еков Кезет порталында авторизациядан өтіңіз. Басты беттегі сервистер бөлімінен мәліметтерді түзету сервистерін таңдаңыз. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүліктің кепілі туралы мәліметтерді өзектендіру қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Өзгерістер енгізу үшін кепіл туралы мәліметтерді өзектендіріп, қателерді көрсетіңіз. Кепілді тіркеу туралы куәліктің сканер көшірмесін жүктеңіз. Өтінімге қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен қол қойыңыз. Қызметтің нәтижесі жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік немесе бас тарту туралы дәлелді жауап болып табылады.